Ахмет Байтұрсынұлы атамыздың «Балам дейтін жұртың болмаса, жұртым дейтін балаң қайдан шықсын» деген сөзінде үлкен отансүйгіштік тәрбие жатыр. Жастайынан отанға деген сүйіспеншілікті, отанға деген сыйластықты, айналаға деген махаббатты балаға жеткізе білуіміз керек. Кішкентай кезінен адамдардың бір-біріне деген бауырмалдығын, қамқорлығын көріп өскен бала болашақта отанын сүйетін, отаным деп қызмет ете алатын, отаным деп отанын қорғай алатын үлкен жүректі, саналы ұрпақ болып өспек. Сөзімді қорытындылай келе, біздің, яғни ата-аналардың алдында тұрған міндет, ұрпағымыз тек өзінің қара басының қамын ойламай, ұлт ұстазы Ахмет атамыз сияқты халықтың қамын ойлайтын, тілінің, елінің, жерінің қамын ойлайтын үлкен жүректі ұрпақ тәрбиелеу деп ойлаймын.